Мен Машықкер Тлеспаева Мадина Айдарқызы. 3-ші сыныпқа арналған дүниетану сабағынан видео сабақ жүргізетін боламын. Сабақтың тақырыбы көшпелілер мен отырықшылардың өмір салты. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаттары және сабақ мақсаттары. Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде дүниетану сабағы. Сабақты көңілді бастау үшін бәріміз мені мұқият тыңдап, артымнан қайталаймыз. Біз балдырған баламыз, құстай қанат қағамыз, дүниені аралап, оқып білім аламыз. Жарайсыңдар, өте керемет, сабағымызды әрі қарай жалғастырайық. Балалар, бүгін біз көптеген қызық тапсырмалар орындайтын боламыз. Сендер білесіңдер, әр тапсырма бал арқылы бағаланады. Сондықтан әрқайсымыз сұраққа немесе тапсырмаға жауап бергеннен кейін өзімізді бағалап жазып отырамыз. Өткен сабақта біз спорт денсаулық кепілі тақырыбын өтіп танысқан болатынбыз. Сендерге үй тапсырмасына ғаламтор желісін пайдаланып, соңғы олимпиадалық ойындарға қатысқан, жүлделі орындарға ие болған спортшылар туралы мәлімет іздеп айтып беру берілген еді. Барлығымыз ізденіп, танысып келдік деген сенімдемін. Үй тапсырмасын мен кез келген бір оқушыдан сұраймын. Оқушының жауабын барлығымыз тыңдап, кейін сендер өз пікірлеріңді қосып, толықтырулар енгізесіңдер. Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Үй тапсырмасына барлығымыз жақсы дайындалып келіппіз. Барлығымыз тақтаға назар аударамыз. Бұл жерде бағалау берілген. Балалар, сендер көшпелілер мен отырықшылар жайлы не білесіңдер? Олардың өмір салтын білесіңдер ме? Ал осы жайлы тереңірек білгілерің келеді ме? Жарайсыңдар. Неліктен сендерге бұл сұрақтарды қойып жатырмын деп ойлайсыңдар? Иә, дұрыс айтасыңдар. Бүгінгі біздің жаңа тақырып осы сұрақтарға байланысты болып келеді. Жарайсыңдар. Ендеше бүгінгі біздің жаңа тақырып көшпелілер мен отырықшылардың өмір салты. Балалар, бүгінгі сабақта сендер көшпелілердің маусымдық жайылымдары туралы білесіңдер. Көшпелілер мен отырықшылардың өмір салтын салыстыруды үйренесіңдер. Ендеше ары қарай жалғастырайық. Білесіңдер ме? Ерте замандардан бері адамдар көшпелі малшылар және отырықшы егіншілер болып бөлінеді. Олардың өмір салты мен тұрмысы қандай кәсіппен айналысуға негізделген? Сұрақтың жауабын кім біледі? Ойланып отырамыз, есімізге түсіреміз. Жарайсыңдар. Енді сұрақтың жауабын біз толық білу үшін оқулықтың 32-ші бетіне назар аударамыз. Бұл жерде жазылған. Мені барлығымыз мұқият тыңдаймыз. Отырықшы егіншілер жер өңдеумен айналысты. Малшылар көшпелі өмір салтын ұстанды. Олар жыл бойы малын бағып, жайылымдарын ауыстырып отырады. Мал жыл бойы маусымдық жайылымдарда жайылады. Көшпелілер қой, жылқы, түйе өсіреді. Ал балалар, сұрақтың жауабын білдіңдер ғой? Өте керемет. Барлығымыз оқулықтағы сызбаға назар аударамыз. Бұл сызбаға қарап, әрқайсымыз жеке-жеке мына сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ. Маусымдық жайылымдар қалай аталады? Екінші сұрақ. Ол қай жыл мезгілдеріне сай келеді? Осы сұрақтарға әрқайсымыз жауап беріп, дәптерімізге жазамыз. Ендеше балалар, жазып болсақ, барлығымыз тақтадағы бағалауға назар аударамыз. Балалар, біз бірнеше тапсырма орындадық. Ендеше
сергіп алайық. Ол үшін барлығымыз орнымыздан тұрамыз. Компьютерден алшақтаймыз. Енді мені мұқият тыңдаймыз. Оңға түзу тұр. Солға түзу тұр. Алға қарай бір адым. Жоғары төмен қарайық. Орнымызды табайық. Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Сәл сергіп алсақ, әрі қарай сабағымызды жалғастырайық. Барлығымыз мына берілген суреттерге зер саламыз. Осы сурет арқылы әрқайсымыз жеке мына сұрақтарға жауап береміз. Малшылардың маусымдық жайылымдары қалай аталады? Ол қандай жыл мерзімдеріне сәйкес келді? Жайлау мен қыстау қай жерде орналасқан? Балалар, бұл сұрақтарға дұрыс жауап беру үшін барлығымыз осы суреттерді мұқият қараймыз. Тапсырманы орындап болдық. Енді өзімізді бағалаймыз. Білесіңдер ме? Көрнекі қазақ ғалымы Шоқан Уәлиханов көшпелі елдің тұрмысында азығы да, сусыны да, киімі де малдан деп жазған. Ғалымның сөзін мысалмен келтіріп көрейік. Ол үшін кластермен жұмыс жасаймыз. Әр қатарға бір үй жануары мен қағаздар беремін. Бәріміз қай қатарда отыратынымыз есімізде ғой, иә? Ендеше, сендер ол үй жануары көшпелі елдің тұрмысында несімен пайдалы екенін мысалын келтіріп бересіңдер. Бірінші қатарда отыратын қошыларға жылқы, екінші қатарда отыратын қошыларға сиыр, үшінші қатарда отыратын қошыларға түйе. Ендеше балалар, бәріңе сәттілік. Тапсырманы орындап болдық. Барлығымыз өз-өзімізді бағалаймыз. Сонымен, балалар, бүгінгі сабақта біз немен таныстық? Көшпелілердің өмір салты қандай екен? Малшылардың маусымдық жайылымдары қалай аталады? Олар қандай жыл мезгілдеріне сай келеді? Жарайсыңдар, балалар. Мұқият жауап береміз. Балалар, бүгінгі сабақты қорытындылай келе, мына кестені толтырамыз. Яғни, бүгінгі сабақта немен таныстыңдар? Есімде көбірек қалғаны, бүгінгі сабақта естеріңде не қалды? Маған ұнағаны, бүгінгі сабақта сендерге не ұнады? Маған ұнамағаны, бүгінгі сабақта сендерге не ұнамады? Менің көңіл күйім. Сабақтың соңында сендердің көңіл күйлерің қандай? Бұл өлең мені неге тәрбиелейді? Ал ендеше осы кестені толтырамыз. Жарайсыңдар, балалар, өте керемет. Сендерге үйге тапсырма. Егіншілер не өсіреді, немесе малшылар не бағады тақырыбына сурет салып келу. Балалар, екі тақырыпқа емес, тек қана осы екі тақырыптың біреуін таңдаймыз. Екінші, малшы мен егінші кездесіп қалса, не жайлы әңгімелесер еді? Қалай ойлайсыңдар? Малшы мен егіншінің арасындағы сұхбатты парталасыңмен диалог ретінде құрастыр. Балалар, бір-бірімізбен ғаламтор желісі арқылы хабарласып, осы диалогты құрастырамыз. Және үшінші, оқулықтың 30-шы бетіндегі мәтінді оқып келеміз, және оны мазмұндаймыз. Ал балалар, ендеше сабақта аяқтау үшін әр бала өзінің парталас көршісіне бір пікір айтады. Қалай ойлайсыңдар? Бүгінгі сабаққа кім қалай қатысты? Оны 3 жүйе арқылы анықтаймыз. Жарайсың. Мен сабақтағы сенің жұмысыңа ризамын, және де сен жақсырақ жұмыс істей алар едің. Өте керемет, балалар, жарайсыңдар. Ендеше, өздерің білетіндей, бүгін біз көптеген қызықты тапсырмалар орындадық.
Кім неше балл алғанын есептейік. Қане балалар? Айдос, сен бүгінгі сабақта неше балға ие болдың? 9. Жарайсың, бұл өте керемет көрсеткіш. Өте керемет, шынымен де сен бүгін сабаққа өте белсенді қатыстың. Келесі, Маржан, 6 балл. 6 балл, жарайды, қанағаттандырық. Бірақ келесі сабақта одан да жақсы тырыс. Жақсы балға ие болуға лайықтысың, сондықтан жақсырақ орында. Ал балалар, бүгінгі сабақта барлығын жарадыңдар. Енді келесі сабақта одан да жақсы тапсырмаларды орындауға тырысыңдар. Ендеше бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Келесі сабаққа дайындаламыз.